Тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығындағы рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы дәстүрмен ғұрып арнайы жобасы бойынша өткізілген бесікке салу ұлттық тәрбиенің негізі атты диалог алаңы Айгүл Әлкееваның орындауындағы осындай тамаша әуенмен ашылды. Қазақ бала тәрбиесіне ерекше мән берген халық. Нәресте өмірге келген сәттен оның әр қадамына арнап тәрбиелік мәні зор дәстүрлерін өткізіп отырған. Осындай тағылымы мол, маңызды дәстүрлердің бірі баланы бесікке салу. Қазақ ұғымында бесік киелі саналады. Өкінішке орай бүгінде ұлт үшін бағалы бесік қолданыстан шығып барады. Орталығымыздың аясында өткізіліп отырған іс-шара осы өзекті мәселені әңгіме арқауына айналдырды. Ұрпағын бесікке тербетіп, ана әлдеймен өсіретін халқымызда бесікке салу дәстүріне ерекше мән берген. Теміртаулық ардақты аналар Сәлима Тоқбаева мен Сәбетгүл Садықовалар ұрпағын қасиетті бесікте өрбіткен жандар. Ұл-қыздарын бесікте өсірген ақ жаулықты аналар қазақ үшін бесіктің қаншалықты маңызы зор екендігі жайлы тағылымды әңгімелерін өрбіте отырып, жиналғандарға баланы бесікке салу дәстүрінің жөн-жоралғыларын көрсетті. Бала тәрбиесінде қазақтың баланы бесікке салудың пайдасы жайлы өз тәжірибесімен бөлісті. Ал бесігің, ақ бесігің, атаң жатқан бесіктер болар. Сол үшін бұны алтын бесік деп аталған қазағымызда. Алтын бесігіне ие бол балам. Баласы келместі, иесі. Келе ғой енді баласы. Бесікті қазақтың құрмет тұтуы соншалық, кейде атасы жатқан бесікке немерелерді жатқызған. Сол дәстүр бойынша кішкентай Еркеназда Айнаш әжесі отбасындағы киелі бесікке салды. Дәстүр бойынша баланы бесікке салмас бұрын аластау, тыштыма секілді бесік тойының рәсімдерін жасап алып, кішкентай сәбиді бесікке бөледі. Бесік жыры айтылып, жас сәби мен келінге ақ тілектер мен баталар берілді. Тағылымды шара барысында Теміртау қалалық ақат бөлімінің бас маманы Әлемкүл Шермеди кішкентай Еркеназдың туы туралы куәлігін тапсырды. Мұнан әрі диалог алаңында өзекті мәселені талқылау барысында филология ғылымдарының кандидаты сеньор лектор Нұрзия Әбдікәрімқызы қасиетті бесіктің шығу тарихы жайлы аңызды келтіре отырып, қазақ үшін бесіктің қаншалықты қасиетті екендігіне тоқталды. Ал төртінші, емхананың терапевт дәрігері Оңыласын Нұрланқызы ұлттық дәстүріміздің бала денсаулығына оң әсері жайлы өз кеңесін берді. Жиналғандар пікірі қазақтың баланы бесікке салу жолының жөн-жосық өткізуінің өзінде ұрпақ ұлағаты, жарасымды жақсы тілегі жатқаны, сондықтан да бесіктен безінбей, ұрпағымызға бесіктің қадір қасиетін бағалай білуге насихаттау қажет дегенге сайды. Шара соңында тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығының басшысы Саида Саркизова тағылымды шараның белсенді қатысушыларына алғыс хаттар мен естелік сыйлықтарын рухани жаңғыру бағдарламасының дәстүр мен ғұрып арнайы жобасы аясында өткізілген бесік ұлттың тәрбиенің негізі атты диалог алаңына белсене қатысқаны үшін Теміртау қалалық ақсақалдар алқасының мүшесі Тоқбаева Сәлима Иман